Сәлем достар, сіздермен бірге Еркетай арнасы. Арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, қолдап кетіңіздер. Бере білген, бөле білер. Баяғыда бір жарлы болыпты. Мінуге аты, ішуге асы болмапты. Бала шағасы көп болыпты. Мал дегенде маңдайына біткен, жалғыз ғана қазы болыпты. Аштық атаң емес деген кесік тамақ шыдатады ма? Ақыр соңында сол қазды жемекші болып, сойып пісіреді. Бірақ оған салатын тұзы да, қосып жейтін наны да болмайды. Сонда жарлы тұрып әйеліне: «Қатын, осы қазды тұзсыз, нансыз жегеннен де қанға апарып тартсам қайтеді? Сөйтіп, одан бірнеше күн тамақ қыларлық астық сұрасам қайтеді?» дейді. Қатыны: «Мейлі, сөйтсең сөйте ғой» дейді. Жарлы қанға пісірген қазды алып барады. «Тақсыр қан» дейді ол. «Мынау сізге әкелген сыйлығым еді. Азда болса көптей көріп алыңыз. Барымыз әзір, жоғымыз жай» дейді жарлы. Хан: «Рахмет, сізге рахмет. Ал енді бұл қазыңды үй ішімізге бірдей етіп өзің бөліп бер» дейді де жарлының қолына пышақ береді. Ханның ханымы, 2 ұлы, 2 қызы, небәрі ханның өзімен 6 жан екен. Сонда жарлы қаздың басын кесіп алып, ханның алдына қояды. «Сіз осы үйдің басысыз, сондықтан сізге бас лайық. Ал бас мойынсыз, қан қанымсыз болмайды. Сондықтан сіздің қанымыңызға мойын» деп мойынды кесіп ханымның алдына қояды. 2 аяғын кесіп, 2 баласына береді. «Сендер атаның жолын қуып, ізін басасыңдар. Сондықтан сендерге аяқ лайық» дейді. Содан соң 2 қанатын кесіп, 2 қызына береді. «Сендер жат жұрттыққа жаратылғансыңдар. Ертең бой жеткен соң ата-анаңның қасында қалмай, құсқа ұқсап ұшып кетесіңдер. Сондықтан сендерге қаздың қанатын беруге тура келеді. Ал жарлы қонақ кеудесі жарлыға қалмақ» деп қаздың бар етін өзінің жанына қояды. Хан жарлының әділ бөлісіне таң қалып, қарқ-қарқ күліп, ырза болады. Өзін әбден сыйлап, тамаққа тойдырып, астық беріп, үйіне қайтарады. Мұны бір мырза естіп, жарлы бір қазды апарып, ханнан мұнша сыйлық алды, мен одан кеммін бе? Деп жарлының алғанына қызғаныш етеді. Сөйтеді де ханға ол бірден 5 қазы пісіріп алып барады. «Хан, әкелгеніңізге рахмет, бірақ мұны 6-ауымызға тең қылып бөліп бер» дейді. Мырза олай салып, былай салып көреді, бірақ қаздарды тең бөліп бере алмайды. Содан соң хан баяғыны жарлыны шақыртып: «Мына қаздарды сен бөл» дейді. Жарлы бір қазды алып, хан мен ханымға береді де: «Сіздер 3 болдыңыз» дейді. Енді бір қазды 2 баласына беріп: «Сіздер де 3 болдыңыз» дейді. Тағы бір қазды 2 қызына беріп: «Сіз бұлар да 3 болды. Мына қалған 2 қазбен мен де 3 болдым» дейді. Сонда хан: «Міне әділ болсаң осындай бол. Бізге де тегіс берді, өзін де ұмытқан жоқ» депті. Бере білген, бөле білер деген мақал осыдан қалған екен. Хан жарлыға тағы да қазынасынан көп сыйлық беріп қайтарады. Мырзаны қуып жібереді. Міне достар, видеомыздың соңына да келдік.
арнамызды қолдауды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.